Армысыздар, құрметті ағайын, қазақ елі. Бүгін мінекей 23 наурыз. Кешегі 22 наурыздағы мерекемізді бүгін мінекей атқарайын деп жатырмыз. Украина елінің Киев қаласының дәл орталығында, Шевченко паркінде біздің мінекей киіз үйіміз тұр. Мынандай әдемі, өте әдемі, өте сұлу. Ал енді мінекей мынадай қазандарымызда қазір мынау палауларымыз басып жатырмыз. Мінекей бір қазан, мынау екінші қазан, мынау үшінші қазан. Мінекей бауырсақ пісіруде. Мына менің ағам Еркін. Әзірге бір қазанда, екінші қазанда қазір мына майы қызғаннан кейін ары қарай тағы жалғастырамыз. Мынау біздің Александр Васильевич деген врач, мынау врач, көрмейсіздер ма? Иә, мінекей құттықтап жатыр мейраммен. Осындағы БСП деген үлкен больницаның зам главврачы Дырдай дегендей. Ал енді мына жақта біздің жігіттер мен қыздар бауырсақтарын пісіруде, илеуде. Мінекей менің жалғыз менің ағамның жалғыз баласы Рүстем мінекей қамыр илеуде. Менің ағам Сәбит. Ол да мінекей бауырсақты қол ұшын беріп көмектесіп жатыр. Мінекей Сәуле деген менің апам, мінекей ол да бәрі атсалысып, барлығы көмектесуде. Мінекей біздің Саша кеше әдейілеп сонау шетелден келіп көмектесуге. Мінекей өзі летчик, ұшақта өзі командир, бірақ кеше келіп әдейі осы бізге көмектесу үшін. Ал енді құрметті ағайын, наурыз мейрамы құтты болсын. Ал мінекей біздің қазақтар келе жатыр. Лена деген біздің жеңгесі, мынау біздің Ілдар деген ағамыз. Наурыз құттықтаймыз. Наурыз құтты болсын деп жатыр. Ал бәрі наурыз құтты болсын. Міне Асима да келіп үлгерді мінекей. Көрмейсіздер ма? Барлықтар жиналып жатыр. Анау менің қызым мінекей. Мынау бұл. Саламатсыз ба? Мінекей амандасып жатыр сіздермен. Ойдай. Ал енді құрметті ағайын, наурыз мейрамы қызуда дайындық жүріп жатыр. Сағат осы Киевтің уақытымен сағат 1-де ашылуы болады. Әзірге әлі ерте, сағат бізде не деп жатыр? 11 ма? 12-20 қалды. Ал енді бәріміз аман болайық, еліміз тыныш, жеріміз барлығы бейбітшілік тезірек орнасын. Ал енді наурыз құтты болсын. Слава Украине, алға Қазақстан!